Ойка, сәлем әйгерім. Күте тұрайық. Мақсат, сәлем. Қалың қалай? Бақытжанып, сәлем. Бүгін менің тікелей эфирімде сабақ. Бүгін екінші сабағым, сол сабаққа шығып отырмын. Бір 5 минуттай күтем, содан кейін сабағымды бастай берем. Аллаға шүкір, жақсы. Қазір оқырмандарымды күтейін. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қазір 1-2 минуттан кейін эфирімді бастаймын. Сәлем айт сенде. Ал құрметті менің оқырмандарым, бүгін ың әрпін ажыратудың екінші тәсілімен, екінші жолымен танысасыздар. Бұл бірінші сабағы 6 тамыз күні өткен болатын. IGTV-де сақталып тұр. Егер қарамаған болсаңыздар, қарап алыңыздар. Бүгін екінші сабақты бастаймын. Сонымен ың әрпінің екінші қашан қай жерде кездеседі? Мен кешегі эфирде айтқан болатымын, ың бізде 4 жерде кездеседі деп. Бірінші орны оның ілік септігінде болса, бүгінгі қарастыратынымыз екінші орны оның тәуелдік жалғауының екінші жағында кездеседі. Ендеше оның жалғауы ың, жуан ің жіңішке, және жалғыз ғана ыңның өзі. Және оның сыпайы түрінде ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Осы 6 жалғауда ың әрпі кездеседі. Осы жерде енді балаға, немесе оқушыға, немесе балаңызға нені үйретесіз, қалай үйретесіз? Ең бірінші есте сақтайтын нәрсе, осы жалғауларды жаттап алу керек бала. Жаттап алмаса болмайды. Бұл автоматты түрде шығу керек. Мысалы, ілік септігінде ол ның, ның, дың, дың, тың, тың, ол оңай ғой. Ал көбінесе балалар тәуелдік жалғауда шатасып жатады. Сондықтан баланы оятқан кезде тәуелдік жалғау дегенде ол бірден осы 6 жалғауды айтып беретін жағдайға жетсе, баланың осы екінші орнын ол айыру оған өте тез болады. Сонымен бірінші ажыратудың бірінші жолы осы жалғауларды бала жатқа білу керек. Қайталаймын: ың, ің, ң. Ыңыз, іңіз,
ңыз. Бала жаттап алады бұны. Келесі екінші айыртудың жолы осы тәуелдік жалғауында кездесетін сөз міндетті түрде кімің және нең деген сұраққа жауап береді. Бұны да жаттаймыз. Екінші айыру жолы оның сұрағын білу керек бала. Сенің анаң, кешіріңіздер, сенің анаң болған кезде сенің кімің деген сұрақ қойылады, иә? Сенің добың десе сенің нең деген сұрақ қояды. Бастауышта тәуелдік жалғауын өткен кезде балалар автоматты түрде жаттап келеді. Менің добым, сенің добың, сіздің добыңыз, оның добы деп. Ал 5-ші сыныпқа өткен кезде ал тәуелдік жалғауын еске түсірейік дегенде бала еске түсіре алмайды. Себебі практикада ол жиі қолданбағандықтан, сол сөздерді үнемі айтып, оны талдап, әбден сараламағандықтан ол баланың есінде қалмайды. Автоматты түрде кеткен нәрсе баланың миынан автоматты түрде ұшып кетеді. Ол енді оны көріп жүрміз. Бұл жағдайда не істеймін мен? Бұл жағдайда бала кімің, нең деген сұрақты жатқа білу керек. Кімің дегенде анаң, кімің әкең, кімің мұғалімің, кімің апаң деген сұраққа тезірек жылдамдықпен жауап беру керек. Ілік септігінде мен түсіндірдім ғой, соған ұқсайды, иә? Ілік септігі жеңілірек тәуелдікке қарағанда. Енді сыпайы түрі: кіміңіз анаңыз, кіміңіз әжеңіз, неңіз добыңыз, неңіз кітабыңыз. Тағы да жылдамдықпен сіз сұрақ қоясыз, бала жылдамдықпен сізге сөздермен, мысалдармен жауап береді. Я болмаса сіз сөздерді айтып тұрасыз, бала сұрағын айтып тұрады. Мысалы, сіз айтасыз: көшең, нең, көшеңіз, неңіз, анаңыз, кіміңіз, әжең, кімің. Бала тез сіз алмастырып, құбылтып айтып тұрасыз. Біресе сыпайыны, біресе анайы тұрын, біресе сыпайы тұрын, біресе анайы тұрын. Сол кезде бала әрі оның есте сақтауы да бұл жерде дами береді. Және екінші, ың әрпінің мысалдарға сұрақ қойған кезде немесе сұраққа мысал келтірген кезде бала жаңылыспайтын болады. Бұл сонымен екінші тәсілі. Осы бойынша айтатындарыңыз бола ма? Эфирға қосылып жатқандарыңызға, барлықтарыңызға қайырлы кеш деймін. Эфирге келгендеріңізге рахмет. Арғарай ендеше жалғастырайын, сұрақтарыңыз болмаса. Келесі енді үшінші тәсілі тәуелдік жалғауының екінші жағы міндетті түрде ілік септігінің жіктік екінші жақтың сенің деген сөзбен үнемі тіркесіп келеді. Осыны еске сақтаймыз. Сенің әжең, сенің добың дегенде ілік септіктегі екінші жақтағы есімдікпен қатар келеді. Сенің анаң, сенің әжең, сенің атаң, кез келген сөзді сеніңді қоясыз да, кез келген сөзді қасына қойып айта береміз бірге. Сонымен тәуелдік жалғауының екінші жағы үнемі сенің немесе сіздің деген сөзбен тіркесіп келеді, міндетті түрде. Ал оқушы жоғары сыныпқа барған кезде қазақ тілінде сөздердің байланысу түрлері және сөздердің байланысу тәсілі деген тақырып бар. Сол кезде сөздердің байланысу тәсілінде бұл ілік септігімен тәуелдік жалғауы деп қарастырамыз. Сөздердің байланысу түрінде бұл матасу болады. Ал бастауыштың оқушылары әрине ол матасуды білмейді, бірақ олар ілік септігімен тәуелдік жалғауы деп те айтпайды. Тек қана олар тәуелдік жалғауы десе ың, ым деп қана жаттап келеді, ілік септігі десе ның деп қана жаттап келеді. Бұл жердегі маңызды нәрсе ілік септігімен тәуелдік жалғауын қатар айту. Сенің анаң, сенің телефоның, менің көшем, сенің көшең, сіздің отаныңыз
деп осылай қатар айту керек сөз тіркесі ретінде. Бұл үшінші жағдай. Келесі төртінші жағдай. Кей кезде сөйлемдерде ілік септігі кездеспейді. Ілік септігі кездесетін сөйлемге мен мынандай мысалды келтірейін. Сенің тамағың ауырып тұр ма? Дегенде біз тамағың дегенде екінші жақтағы жалғау тұр, Оны біз сенің деген сөз, көмекші сөз арқылы тауып аламыз. Сондықтан ол балаға оңай болады. Егер таппай қалған жағдайда сіз бағыттап жіберіңіз. Қандай сөз бар? Ол қандай сөзбен ылғи байланыста тұратын еді? Сенің, сенің еске түсіреді. Ендеше, сенің деген сөз болса, оның қасындағы сөз міндетті түрде тәуелдік жалғауында тұрады. Ендеше, о жерге міндетті түрде біз ың жазамыз деп түсіндіреміз. Бұл оңай түрі, Енді балаға сөйлем берсеңіз, немесе сенің деген сөзі жоқ, жалғыз ғана сол тәуелдік жалғауы өзі ғана кездескен сөйлем берілген болса, бала онда отырады, таба алмай. Бұл жерде біз балаға қандай бағыт береміз? Онда сол сөзге сұрақ қойғызамыз. Мысалы, сенің тамағың ауырып тұр ма дегенде, көп жағдайларда, мысалы жоғары сыныпта, сенің деген сөз қатар айтылмайды. Себебі ың бар жерде, ол міндетті түрде сенің дегенді білдіреді. Сондықтан ол сенің айтылмайдағы тек қана тәуелдік жалғауы жеке қолданылады. Тамағың ауырып тұр ма? Бірақ тамағың дегенде бала қалай ажырату керек? Онда міндетті түрде нең деген сұрақты қойғызамыз. Бірінші жағдайда бізде бала сұрақты жаттап алды ғой. Сұрақты жатқа білетін бала енді сөзге сұрақ қойған кезде шыға келеді. Нең ауырып тұр? Тамағың ауырып тұр. Әсіресе карантин кезінде үйде отырған балаларға практика жасауға ыңғайлы тәсіл екен дейді. Егерде үйде отырған анасы болса, әпкелері болса, мынау мектепке барған балалар, мектеп жасындағы балалармен осылай айналыса берсе, аңды бала ажыратады. Ал мұғалімдерге жаңағы айтып отырған тәсілдердің барлығы бұл мұғалімдерге өте ыңғайлы. Және де бұл менің тәжірибемде орын алып отырған тәсілдер, мен осылай жұмыс істеп жатырмын. Және де бұл жемісін беріп жатқан тәсілдер. Не істерін білмей жүрген балаларға таптырмайды деп кеңес беріп жатыр. Енді тағы да бір айтып кететін мәселе, кейде мынандай жағдай болады. Досымның сөзін деген сөз тіркесін алайық. Досымның сөзін. Бұл жерде ың жоқ. Бұл жерде тәуелдік жалғауының жалғауы жоқ. Бірақ та тәуелдік жалғауға ұқсайтын жалғаудыр. Ін деген, балар оны ін дейді. Ін. Бірақ бұл жерде дегеніміз тәуелдік жалғауының үшінші жағы болып тұр да, ал ны табыс септігі болып тұр. Ол ны ың емес. Бірақ ажырата алмаған бала әрине оны ін дейді да, оның құйрығын жасап жіберіп, ол ің жіңішке түрі деп айтқан кездерде кездесті. Бұндай жағдайда не істейміз? Досымның деген қасында тіркес тұр, алдында сөз тұр, досымның. Кімнің ілік септігінде тұр, тағы да жақын бізге. Енді сөзін деген сөзге сұрақ қойғызасыз. Тағы да сұрақ бізге көмекке келеді. Несін? Бізде несін деген сұраққа біз өткен нең, кімің деген сұрақ мүлде жақын емес. Көрдіңіз бе? Егер сіздің қойылатын сөзге несін, кімін десе, онда әрине о жерде ың болмайды. Ал кімің, нең десе, ол міндетті түрде о жерге ың жазамыз. Бітті. Сонда бізге сұрақ көмекке келеді екен. Енді сөзімді қорытындылайын. Бірінші, бала немесе оқушыңыз тәуелдік жалғауының екінші жағында ың бар екенін жатқа білу керек, яғни жалғауды жаттау керек. Ың, ңы, ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Екінші жағдай, тәуелдік жалғауының екінші жағы бар сөзге міндетті түрде кімің, нең, кіміңіз, неңіз деген сұрақ қойылады.
Осы 4 сұрақ қойылады. Бала жатқа білу керек. Үшінші жағдайда сенің деген тіркес тәуелдік жалғауымен, ілік септігі тәуелдік жалғауымен үнемі бірге жүреді. Бұл әсіресе көбінесе үлкен сыныптарға, жоғары сынып 5, 6, 7 сыныптардың және одан да жоғары сыныптың оқушыларына мен өзім осыны үйреттім. Келесі 4-ші қайтадан айтамын, егер сенің немесе сіздің деген ілік септігі сөйлемде кездеспеген жағдайда, сол сөзге сұрақ қою арқылы ың бар ма ол жерде, ың жазыла ма, немесе ны жазыла ма, соны бала ажыратады. Сонда ең бірінші маңызды білетін дүние, яғни бала жалғауды жатқа білу керек, екінші сұрағын жатқа білу керек. Бітті. Ары қарай сіздің ыңғайыңызбен, сіздің берген тапсырмаңызбен, сіздің берген бағытыңызбен бала жұмыс істейтін болса, ыңды ажырататын болады. Сөзсіз ажырататын болады. Міне, құрметті достар, сонымен бүгін сіздермен ың әрпінің екінші айыру жолымен таныстырдым, таныс болдыңыздар. Егер де пайдалы болатын болса, мен өте қуаныштымын. Онда міндетті түрде комментарийге өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіз, өте тамаша болатын еді. Кері байланыс үшін ың әрпінің ажырату осы екінші жолы, ол балаңыздың сауатты сөйлей алу, балаңыздың сауатты жаза алуына үлкен пайдасын тигізеді. Ол енді тәжірибеден өткен жұмыстар, практикалық жұмыстарым менің, сондықтан да бұл сізге де пайдалы болады деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюға болады. Егер де тікелей эфирді IGTV-дан көрген болсаңыз, сұрақты сол жерге де қойып кетуге болады. Егер де үйде балаңызбен осы жұмысты бастап қиындық келтірген болса, тағы да менің жекемде таплинкте WhatsApp-ым бар, немесе дайректке жазып байланысқа шығуларыңызға болады. Кез келген уақытта жауап бере аламын. Эфирді көргендеріңізге көп рахмет айтамын. Сау болыңыздар. Ертең 3-ші эфирде кездескенше, тура сағат 9-да енді жіктік жалғауының екінші жағында кездесетін ыңды қалай ажыратуға болады, сол тәсілдерімен бөлісетін боламын. Сонымен ертең сағат кешкі 8-де эфирде жүздескенше достар. Көп рахмет сіздерге.